Қайырлы күн баршаңызға. Бұл любительское видео, сондықтан бұл жерде тек мағынасына түсінік. Кейбір адамдардың басы ауырады, дұрыс па? Басы ауырады, шаш түседі, шаш жұқа, басы айналуда, басы бұлқылдап тұрады да, яғни терісі тегіс емес та. Қан айналу дұрыс емес. Соларға ең жеңіл түрі андай массажный расческа аласыздар. Массажный расческа. Любой осындай расческа массажный. Аласыздар да, мысалы жасыңыз қаншада? Мен мысалы жасым бұйыртса 51-ге толады, 50-де. Мен 50 рет жасаймын. Қараңыздар, ашып шешейік. Былай бастайсыздар, былай. Осылай 2, 3, 4, 5, 6, 7, қайтадан 8, 9, 10, 11, 12, 13, яғни 50 рет жасайсыз. Бастан бастап, былай соңына дейін жеткеніне апарасыздар. 50 рет. Жасыңыз нешеде, сонша рет жасайсыз. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде және ұйықтар алдында жасайсыз. Күнде 2 рет. Бас қан айналу жақсы болады, шаштың өсуі жақсы болады. Балқылдағандар кетеді бастағы. Яғни денсаулыққа өте пайдалы. Жасап көріңіздер.